Күздің соңғы күндері еді. Ауылдың шетіндегі ескі қара үйдің маңайына қара түтін шығып, желге шашылып жататын. Гүлжан әдеттегідей таңғы сауынға шықты. Қолындағы ескі шелек қатты шығырлап, сиырдың құйрығы бір-екі рет бетіне тиіп кетті. Ол әдеттегідей тыныш, бірақ іштей шаршаған. 2 жыл бұрын күйеуі жол апатынан қайтыс болғандан бері өмірдің бар ауыртпалығы мойнына мініп алғандай сезінетін. Ақбота мен Ербол әлі ұйықтап жатқан. Гүлжан оларды оятпауға тырысып, есікті ақырын жапты да мал қораға беттеді. Қора іші жылы, бірақ ылғал иісі мен сүрлемнің қышқылдауы мұрнын қытықтады. Сиыр, қарақыз оны көріп, баяу мөңкіп қойды. Гүлжан орындыққа отырып, шелегін тізесінің арасына қойды. Қолымен емізікті сипап, сауа бастады. Сүттің сыңғырлап шелекке түскен дауысы ғана естілетін тыныштықта. Сол сәтте қораның есігі сықыр етіп ашылды. Гүлжан басын көтермеді, әдетте көршілердің бірі немесе балалардың бірі шығар деп ойлады. Бірақ есік жабылған соң, сырттан темірдің сықырлағаны естілді. Есік ішінен бекітілді. Гүлжанның жүрегі бірден зырқ етті. Қолы тоқтап қалды. Сүт тамшылап, шелекке емес жерге түсе бастады. Кім бар? Деп сыбырлады ол, дауысы дірілдеп. Қораның ішкі қараңғы бұрышынан Қали ақсақалдың биік, ауыр тұлғасы шықты. Жасы 60-тан асқан, бірақ әлі де иығы кең, қолы қатты. Көзі қараңғыда жылтырап тұрғандай көрінді Гүлжанға. Менмін, келінім, деді Қали баяу, бірақ қатты дауыспен. Не қорықтың? Өз қайын атаң ғой. Гүлжан орнынан тұрмады. Тек шелекті қолымен қаттырақ ұстап алды. Ата, неге есікті бекіттіңіз? Балалар оянып қалар. Қали бір қадам жақындады. Аяқ астындағы сабан сықырлады. Балалар ұйықтап жатыр. Сен де білемісің, мен де білемін. Біз екеуміз ғана бармыз қазір. Гүлжанның тынысы тарыла түсті. Ол сиырдың артына қарай жылжығысы келді, бірақ орындықтан тұра алмады. Аяғы дірілдеп кеткен. Қали тағы бір қадам жақындады. Енді оның бет әлпеті айқын көрінді, қалың қабақ, қатты қыртыстар, көзінде бір түрлі жылтыр бар. Мен саған ұзақ ойландым, Гүлжан, деді ол есімін атап. Әдетте келінім деп қана атайтын. Мына үйде еркек жоқ. Мен бармын. Сен барсың. Балалар бар. Біздің әулетті жалғастыру керек. Сен әлі жассың. Мен де әлі күштімін. Бірігіп, мына шаңырақты бірге көтере аламыз. Гүлжанның көзіне жас келді. Бірақ ол жыламады. Тек басын шайқады. Ата, не деп тұрсыз? Мен сіздің келініңізмін. Балаларыңыздың анасымын. Қали күліп қойды. Бірақ күлкісі жылы емес, суық еді. Келінім болғаның рас. Бірақ күйеуің жоқ. Сен жалғысың. Мен саған қамқор болсам, сен маған жылылық берсең, бәрі дұрыс болады. Ауылда кім сөз айтады? Бәрі маған сенеді. Сен кімсің? Жесір әйел. 2 балаң бар. Қайда барасың? Қыста қар жауса, балаларың аш қала ма? Мен бәрін шешемін. Тек сен менікі бол. Гүлжанның қолы шелектен түсіп кетті. Сүт жерге төгілді. Сиыр мөңкіп, басын бұрды. Жоқ, деп сыбырлады Гүлжан. Мен онда емеспін. Қалидың дауысы қаттырақ шықты. Сен таңда. Немесе менімен боласың. Немесе. Ол сөзін үзіп терең тыныс алды. Ертең таңертең балаларыңмен бірге үйден қуамын сені.
Қайда барсаң да бар. Бірақ ауылға не айтамын білесің бе? Өзі жабылты болды, балаларды алып кетті деп айтамын. Кім сенеді саған? Ешкім. Бәрі маған сенеді. Сен бір тиын алмай кетесің. Балаларың қыста көшеде қалады. Сен оларды асырай аласың ба? Жоқ. Сондықтан ойлан. Мен саған уақыт беремін. Бірақ көп емес. Қали сөзін бітіріп, есікке қарай бұрылды. Темірдің сықырлағаны естілді. Есік ашылып, суық жел кіріп келді. Қали шығып кетті. Есік қайта жабылды, бірақ бұл жолы бекітілмеді. Гүлжан бірнеше минут қозғалмады. Тек отырып, жердегі төгілген сүтке қарады. Көз жасы шелекке тамшылап түсті. Сиыр тағы мөңкіп, басын Гүлжанға қарай созды. Гүлжан ақырын тұрды. Шелекті алып, сиырдың артына қарай шегінді. Қолы дірілдеп бетін сүртті. Іштей бір ғана ой қайталап тұрды. Балаларым. Менің балаларым. Ол қорадан шықты. Аулада таңғы ақ тұман тұрған. Үйдің терезесінен Ақботаның ұйқыдағы беті көрінді, тыныш періштедей. Гүлжан есікті ашып, ішке кірді. Балаларын оятпады. Тек олардың жанына барып, екеуін де құшақтап алды. Ақботаның шашы бетіне тиіп, жылы болды. Мен сендерді ешкімге бермеймін деп сыбырлады ол. Ешқашан. Бірақ сол сәтте жүрегіндегі қорқыныш одан сайын өршіп, кеудесін қысып тұрды. Қалидың сөзі құлағында қайта-қайта жаңғырып жатты. Балаларыңмен қоса үйден қуамын. Өзің жабылты деп айтамын. Таң шықты. Ал Гүлжан әлі де балаларының жанына жатып көзін жұма алмады. Мал қора жақта болған құпия екі бөлім, үнсіздіктің ауыртпалығы ұзағырақ нұсқа. Сол оқиғадан кейінгі күндері Гүлжанның өмірі екіге бөлінгендей болды. Сыртқы әлемде әдеттегі шаруа, балаларға қамқорлық, көршілермен амандасу, ал ішкі әлемде үнемі қорқыныш, ұйқысыз түндер мен Қалидың көзіне түскен сайын жүректің зырқырауы. Таңертең ерте тұратын әдеті өзгермеді. Балаларды оятып, беттерін жуғызып, шай қойып, мектепке дайындайтын. Ақбота бірінші сыныпта оқитын. Кішкентай сөмкесін арқалап, апа, бүгін сурет саламыз деп қуанышпен айтатын. Ербол әлі балабақшаға бармайтын, үйде Гүлжанның қасында жүретін. Ол анасының бетіне қарап кейде, апа, неге көзің қызыл? деп сұрайтын. Гүлжан жымиып, түнде ұйықтамай қалдым ғой, балам. Ештеңе емес деп басынан сипайтын. Бірақ іштей, қалай айтайын саған? Қалай түсіндірейін? деп ойлайтын. Қали енді ашық сөйлемейтін болды. Бірақ оның қорқытуы сөзсіз жалғасып жатты. Кешке тамақ үстінде отырғанда Гүлжанға қараған көзі суық, ауыр еді. Кейде бір нәрсе сұрап, сөзін орта жолда үзіп, ұзақ қарап тұратын. Сол көзқарас Гүлжанға мен әлі күтемін. Уақытың аз деп тұрғандай көрінетін. Мал қораға кірген сайын Гүлжанның аяғы ауырлайтын. Сиыр сауып отырғанда артына қарамайынша тыныштықта тұра алмайтын. Қали кірмесе де, есіктің сықырлағанынан жүрегі шаншылып кететін. Бір күні сиырдың құйрығы тиіп кеткенде шелек құлап, сүт жерге шашылып кетті. Гүлжан жерде отырып қалды да, қолын жерге тіреп, бірнеше минут қозғалмады. Көз алдында Қалидың сөзі қайта-қайта қайталауға түсті. Балаларыңмен қоса үйден қуамын. Өзің жабылты деп айтамын. Көршілермен сөйлескенде де бәрі өзгергендей болды. Көрші әйелдер әлі күнге Қали ағаң қалай екен? Саған қамқор болып жатыр ма? деп сұрайтын. Гүлжан жымиып, иә, жақсы деп жауап беретін. Бірақ іштей, ешкім білмейді. Ешкім түсінбейді. деп ойлайтын. Бір күні түстен кейін Ақбота мектептен келіп, суретін көрсетті. Суретте үлкен үй,
ортасында 3 адам, әке, ана, бала. Бірақ әкесінің орнына қара фигура салынған беті жоқ, тек биік тұлға. Бұл кім, қызым? Деп сұрады Гүлжан дауысы дірілдеп. Қайын-ата. Ол бізбен бірге тұрады ғой, деді Ақбота табиғи дауыспен. Мен оны да салдым. Гүлжан суретті қолына алып, ұзақ қарады. Қара фигураның астында ата деп жазылған. Көзіне жас келді. Суретті қайта қолына беріп, өте әдемі салғансың. Сақтап қой, деді де артына бұрылып көз жасын сүртті. Түнде ұйқы келмейтін болды. Гүлжан балалардың жанына жатып, олардың тыныс алуын тыңдайтын. Ақботаның шашы бетіне тиіп, жылы болатын. Ербол түнде бірдеңе деп сөйлеп, қолымен анасын іздейтін. Сол сәттерде Гүлжан іштей, мен сендер үшін бәрін жасаймын. Ешкім сендерді тартып алмайды, деп уәде беретін өзіне. Бірақ күндізгі өмір қиындай түсті. Қали үйде болған кезде Гүлжан балаларды өзінен алыстатпауға тырысатын. Оларды сыртқа шығармай үй ішінде ойнауға мәжбүрлейтін. Қали кейде балаларды сыртқа шығаршы, ауа жұтсын дейтін. Гүлжан, суық қой, ауырып қалмасын деп жауап беретін. Қалидың көзі тартылып, ештеңе демейтін. Бірақ сол үнсіздік одан да қорқынышты еді. Бір апта өткенде Гүлжанның жүдегені байқала бастады. Беті сұрғылт, көзі астында қара шеңбер. Көрші әйелдің бірі, Гүлжан, не болды саған? Ауырып қалдың ба? Деп сұрады. Жоқ, жай шаршадым, деп жауап берді Гүлжан. Бірақ іштей, шаршадым. Бірақ шаршау емес. Қорқып шаршадым, деп ойлады. Кешке тамақ дайындап жатқанда Қали ас үйге кірді. Гүлжан артына қарамады. Қали үстелге отырып, келінім, саған уақыт бердім ғой. Ойланып көрдің бе? Деді баяу. Гүлжан пышақты қолына қатты ұстап алды. Бірақ дауысын шығармады. Қали тағы сөйледі, мен саған жамандық ойламаймын. Тек үйде тыныштық болсын деймін. Балаларға әке керек. Маған әйел керек. Бәрі дұрыс болады. Гүлжан пышақты тақтаға қойып, бетін бұрмастан, балаларыма әке керек емес. Олардың әкесі бар еді. Енді жоқ. Мен оларға жетемін, деді сыбырлап. Қали орнынан тұрды. Аяғының дыбысы ауыр еді. Сен әлі түсінбейсің. Жарайды. Мен күтемін. Бірақ көп емес. Ол шығып кетті. Гүлжан үстелге сүйеніп, 1 минуттай тұрды. Сосын балалардың бөлмесіне барып, есікті ашты. Ақбота мен Ербол кілем үстінде ойнап жатқан. Гүлжан есікке сүйеніп, оларды ұзақ қарады. Көз жасы ағып тұрғанын байқамады. Апа, не болды? Деп сұрады Ақбота. Гүлжан күліп көзін сүртті. Ештеңе емес. Сендерді жақсы көремін деп тұрмын. Ол есікті жауып, дәлізге шықты. Терезеге барып, сыртқа қарады. Қараңғы түсіп, ауладағы шам жанып тұрған. Мал қораның қараңғы силуеті көрініп тұрды. Гүлжан сол жаққа қарап, іштей, мен сендерді қорғаймын. Қалай болса да қорғаймын, деп қайталады. Бірақ сол түні де ұйқы келмеді. Тек балалардың тыныс алуын тыңдап, таң атқанша жатты. Ал таң атқанда жүрегінде бір ғана шешім қалыптаса бастады. Бұл үйде тұра алмаймын. Бірақ қалай кетемін? Қайда барамын? Үнсіздік ауырлап, күн сайын салмағы артып бара жатты. Ал Қали күтіп тұрған. Уақыт таусылып бара жатқанын Гүлжан жақсы сезінді. Қалидың ертең кешке жауап бересің деген сөзінен кейінгі күндер Гүлжан үшін уақыттың ең баяу ағатын кезеңіне айналды.
Әрбір сағат, әрбір минут оның ішіндегі қорқыныш пен ойдың ауыр салмағын көбейтіп жатқандай. Ол енді күнделікті шаруаны механикалық түрде атқаратын болды. Таңертең балаларды ояту, шай қою, Ақботаны мектепке жіберу, Ерболмен үйде отыру, түскі ас дайындау. Бірақ барлығының ар жағында бір ғана сұрақ тұрды: не істеймін? Мал қораға бару енді нағыз сынаққа айналған. Ол сиыр саууға жалғыз бармайтын болды. Әр кеш сайын Ақботаны өзімен бірге алып жүретін. Қызым, сен маған көмектес, шелекті ұстап тұршы деп қасында отырғызып қоятын. Ақбота қуанып сиырдың басынан сипап, қарағыз апай, сүтің тәтті ма? деп сөйлесетін. Гүлжан сол сәттерде қызының даусынан күш алып, біраз тынышталатын. Бірақ көзі әрдайым есікте болатын. Қалидың аяқ дыбысын естігенде жүрегі шаншылып, қолы тоқтап қалатын. Бір күні кешке сиыр сауып отырғанда Ақбота кенеттен: апа, сен неге әрқашан қарайсың? Қорқасың ба? деп сұрады. Гүлжанның қолы тоқтады. Ол қызының бетіне қарап, жымиды. Жоқ, қызым. Жай. Жел соғып тұр ғой, есіктің сықырлағаны естіледі деп ойладым. Ақбота басын изеді, бірақ көзі күмәнді еді. Ол кішкентай болса да анасының өзгергенін сезіп жүрген. Үйге қайтқанда Қали әдеттегідей ас үйде отыратын. Кешкі ас үстінде сөйлемейтін, бірақ қасығын үстелге қатты қағып қоятын. Сол дыбыс Гүлжанның құлағына балға соққандай тиетін. Балалар да үнсізденіп қалған. Ақбота тамағын тез жеп бітіріп, мен сурет саламын деп бөлмесіне кететін. Ербол анасының тізесіне жабысып шықпайтын. Түнде Гүлжан ұйықтай алмайтын. Балалардың жанына жатып, олардың тыныс алуын тыңдайтын. Ақботаның шашы бетіне тигенде жылылық сезінетін. Ербол түнде бірдеңе деп сөйлеп қолымен анасын іздейтін. Сол кезде Гүлжан іштей уәде беретін: мен сендерді ешкімге бермеймін. Ешқашан. Бірақ көзін жұмған сайын Қалидың сөзі қайта келетін: ертең кешке. Немесе менікі боласың, немесе балаларыңмен бірге кетесің. Бірақ бос кетесің. Бір тиын да бермеймін. Ол миындағы барлық жолды есептеп шығатын. Қайда барады? Көрші ауылдағы апасы бар, бірақ апасының өзі пәтерде тұрады. Күйеуі, 2 баласы бар. 3 адамды қалай сыйғызады? Ағасы бар, бірақ ол Алматыда жылда 1 рет қана хабарласады. Оған барып айтса, қайын атам қорқытты десе, не дейді? Сенеді ме? Жесір әйелдің сөзіне кім сенеді? Қали ауылдың аузы дуалы адамы. Оның сөзіне бәрі бас изейді. Қыста қалай кетеді? Ақша жоқ. Жұмыс табу қиын. Ақбота мектепке бармай қалама. Ол биыл әріп танып, апа, мен саған хат жазамын деп қуанып жүрген. Ербол әлі сөйлей алмайды толық, бірақ анасынан ажырамайды. Екеуін қалай асырайды? Қайда тұрады? Жалдамалы үй алу үшін ақша керек. Ал Қали ештеңе бермейтінін айтты. Осы ойлардың бәрі түнде басынан шықпайтын. Кейде Гүлжан түн ортасында тұрып, ас үйге шығатын. Шайнекке су қойып, от жағатын. Шай ішіп отырып, үстелдегі Ақботаның суретін қарайтын. Сол қара фигуралы әке салынған сурет. Суреттің артында кішкентай әріптер: біздің үй. Гүлжан сол сөзді оқып, көз жасы ағып кететін. Бұл үй енді біздің үй емес. Бұл тұзаққа айналды. Бір түні сағат түнгі 3-те ол шешім қабылдауға тырысты. Кету керек. Қалай болса да кету керек. Бірақ қалай? Не алады? Балалардың киімін, туу туралы куәліктерін, аз ғана ақшасын. Сөмкеге салып, таңертең ерте тұрып шығу керек пе? Жаяу жүріп, көрші ауылға жету керек пе?
немесе біреудің көлігіне мініп, сосын не? Апасына барады ма? Ол жерде де ұзақ тұра алмайды. Жұмыс іздеу керек. Бірақ ол үшін уақыт керек. Ал Қали уақыт бермейді. Таң атқанша осы ойлармен алысты. Көзіне ұйқы келмеді. Тек таңның алғашқы сәулесі терезеге түскенде ғана бір ой бекем орнықты, мен оның құрбаны болмаймын. Балаларым үшін бәріне қарсы шығамын. Таңертең балаларды оятты. Әдеттегідей беттерін жуғызып, шай беріп, Ақботаны мектепке шығарып салды. Ерболды құшағына алып, үйдің ішінде жүріп, сен маған бәрінен қымбатсыңдар, деді ол дауысын шығармай. Ешкім бізді бөле алмайды. Ербол анасының мойнына асылып, апа, сен жылап тұрсың ба? Деп сұрады. Гүлжан күліп көзін сүртті. Жоқ, балам. Мен сендерді жақсы көремін деп тұрмын. Күн бойы жүрегі қатты соқты. Мал қораға барғанда Ақботаны тағы өзімен бірге алып барды. Сиыр сауып отырғанда қызына ертегі айтып күлдіріп отырды. Бірақ іштей, бүгін кешке. Бүгін соңғы күн, деп ойлады. Кешке тамақтан кейін Қали ас үйде отырып, Гүлжанға қарамай, кешке мал қораға кел. Сөйлесеміз, деді баяу, бірақ қатты. Гүлжан басын изеді. Ештеңе демеді. Балаларын жатқызып, олардың ұйықтағанын күтті. Сосын ақырын тұрып, ескі пальтосын киіп, шарфын мойнына орады. Есікті ашып, сыртқа шықты. Аулада суық жел соғып тұрған. Шамның жарығы мал қораның қабырғасына түсіп, ұзын көлеңке түсірген. Гүлжан қораға кірді. Қали ішкі бұрышта тұр екен. Қолына стақан ұстап, ішінде құрт бар сияқты. Келдің ғой, деді ол. Енді айт. Жауабың қандай? Гүлжан терең тыныс алды. Бірінші рет Қалидің көзіне тура қарады. Көзінде жас жоқ. Тек шешім бар еді. Мен сіздің келініңізмін. Балаларыңыздың анасымын. Енді сіздің құрбаныңыз болмаймын. Қалидің қабағы түйілді. Стақанды жерге қойды. Не дейсің сен? Егер мені қуғыңыз келсе, қуыңыз. Бірақ мен ауылға бәрін айтамын. Не қорқытқаныңызды, не талап еткеніңізді. Менде қағаз дәлел жоқ шығар. Бірақ менің көз жасым, балаларымның жүзі, ең үлкен куә. Қали бір сәт үнсіз тұрды. Сосын баяу, қорқынышты күлкі шықты. Сен маған қарсы шығасың ба? Гүлжан басын изеді. Иә. Балаларым үшін шығамын. Мен енді қорықпаймын. Қалидің беті қарайып кетті. Ол бір қадам артқа шегінді. Жарайды, кет. Бірақ ештеңе айтпа. Бір сөз шығарсаң, сен білесің. Мен саған ештеңе бермеймін. Бос кетесің. Гүлжан ештеңе демеді. Тек бұрылып қорадан шықты. Суық жел бетіне тигенде ғана көз жасы ақты. Бірақ ол жылаған жоқ. Тек жүріп келе жатты. Үйге кіріп, балалардың жанына барды. Оларды құшақтап алды. Енді бәрі жақсы болады деп сыбырлады ол. Мен уәде беремін. Сол түн шешімнің түні болды. Ал таң атқанда Гүлжан балаларын оятып, сөмкелерін жинай бастады. Ол әлі нақты қайда баратынын білмесе де, бір нәрсені анық сезінді. Мен енді еркінмін. Таң атқан кезде Гүлжан балаларын оятпады. Ол алдымен үнсіз тұрып, үйдің ішін айналып шықты. Әр бұрышты, әр жиһазды қарады. Бұл үйде 2 жылдан астам уақыт өткізген. Күйеуі тірі кезінде де, қайтыс болғаннан кейін де осы үй оның баспанасы болған. Бірақ енді ол баспана емес, қорқыныштың қақпасына айналған. Гүлжан ескі сөмкесін алып шықты.
Ішіне балалардың киімдерін салды. Ақботаның мектеп формасы, Ерболдың жылы шалбары, екеуінің де жейделері, бірнеше жұп шұлық. Сосын өзінің екі көйлегін, жылы пальтосын, шарфын қосты. Туу туралы куәліктерді, неке куәлігін, аз ғана ақшаны қалтасында жүрген 15 000 теңге мұқият орап, сөмкенің түбіне салды. Қалидың үйдегі заттарынан ештеңе алмады. Тіпті оның сыйлаған бірде-бір затты да. Сосын балалардың бөлмесіне кірді. Ақбота әлі ұйықтап жатыр екен, бетіне жарық түсіп, кірпіктері қимылдап тұр. Ербол қырын жатып, аяғын көрпеден шығарып алған. Гүлжан екеуінің де маңдайынан сүйді. Жылы, тыныш иіс сезінді. Ояныңдар, балаларым, деп ақырын шақырды ол. Ақбота көзін ашып, таңғалып қарады. Апа, әлі ерте ғой. Иә, ерте. Бірақ бүгін ерте тұрамыз. Біз барамыз. Ербол да оянып, анасының мойнына асылды. Қайда? Гүлжан күліп, бірақ дауысы сәл дірілдеп, апайыңның үйіне. Ол бізді күтіп тұр. Жаңа жерде тұрамыз. Жақсы болады. Ақбота орнынан тұрып сөмкені көрді. Біз қайтып келмейміз бе? Гүлжан бір сәт үнсіз қалды. Сосын қызының көзіне қарап, қайтып келмейміз, қызым. Бұл үйде тұра алмаймыз. Бірақ сендермен біргемін. Ешқашан сендерді тастамаймын. Ақбота ештеңе демеді. Тек анасының қолына жабысты. Ербол да солай істеді. Гүлжан екеуін де құшақтап алды. Сол сәтте жүрегі жеңілдегендей болды. Олар үнсіз киініп сөмкелерін көтерді. Гүлжан ас үйге кіріп, үстелге бір қағаз қалдырды. Қысқа ғана жазды, біз кеттік. Балаларыммен бірге. Ештеңе айтпаймын. Сен де ештеңе айтпа. Құдай алдында екеуміз де жауапты боламыз. Қағазды үстелдің ортасына қойып, үстіне бір стақан қойды. Сосын есікке беттеді. Сыртта таңғы ақ тұман тұрған. Ауладағы ит үріп, бірақ тез тоқтады. Гүлжан балалардың қолынан жетелеп, қақпадан шықты. Артына қарамады. Мал қораның қараңғы силуеті әлі де көрініп тұрған, бірақ ол енді қарамады. Көрші ауылға дейін жаяу жүру керек еді, шамамен 7-8 шақырым. Қалидың машинасы жоқ, ал көршілердің біріне мініп кетуді қаламады, ешкімге ештеңе түсіндіргісі келмеді. Балалар жолда шаршады. Ерболды Гүлжан көтеріп алды, Ақбота сөмкені сүйреп жүрді. Кейде тоқтап демалып, су ішіп алатын. Гүлжан балаларына әңгіме айтып, ән айтып көңілдерін көтеруге тырысты. Апайыңның үйінде мысық бар. Сендерге ойнауға рұқсат етеді. Жаңа мектепке барасыңдар. Жаңа достар табасыңдар, дейтін ол. Ақбота басын изейтін, бірақ кейде, қайын ата неге бізбен бірге келмеді? Деп сұрайтын. Гүлжан жауап бермейтін. Тек қызының басынан сипайтын. Көрші ауылға жеткенде түс болған. Гүлжан апасының үйіне барды. Апасы, Раушан, есікті ашып таңғалып қалды. Гүлжан, не болды? Балалармен неге келдің? Гүлжан сөмкесін жерге қойып апасына қарады. Көзіне жас келді. Раушан апай, бізді қабылдай аласың ба? Уақытша ғана. Кейін өзіміз тұратын жер табамын. Раушан ештеңе сұрамады. Тек құшақтап алды. Кірші, балаларым. Суықта тұрсыңдар. Кірші үйге. Олар ішке кірді. Раушанның үйі жылы, шағын пәтер. Екі бала, күйеуі жұмыста. Раушан балаларға шай құйып печенье берді. Гүлжанға қарап, кейін айтасың. Қазір демал. Балаларды жатқыз. Гүлжан басын изеді.
Балаларын жатқызып, өзі диванға отырды. Раушан қасына келіп, Қали ағаң не істеді? Деп сұрады ақырын. Гүлжан 1 минут үнсіз тұрды. Сосын баяу, бірақ анық айтты, ол мені қорқытты. Балаларыммен бірге қуамын деді. Немесе оның талабын орында деп. Мен орындамадым. Сондықтан кеттік. Раушанның беті қарайып кетті. Ол не деп тұр? Жарайды, енді айтпа. Сен дұрыс істедің. Мұнда тұрасыңдар. Мен күйеуіме айтамын. Бірге тұрамыз. Жұмыс тауып, өзіңе үй жалдайсың. Уайымдама. Гүлжан апасының қолын ұстап көз жасы ақты. Рахмет, мен қорқып кеттім. Бірақ балалар үшін мен бәрін істеймін. Раушан оны құшақтап алды. Сен жалғыз емесің енді. Біз бармыз. Сол күні кешке Гүлжан балалармен бірге апасының үйінде ұйықтады. Бірінші рет бірнеше аптадан бері тыныш ұйықтады. Ешқандай қорқынышсыз. Ешқандай сықырлаған есіксіз. Ал Қали сол күні кешке үйге келгенде үнсіздікті сезді. Ас үйдегі қағазды оқыды. 1 минут тұрды. Сосын қағазды бүктеп отқа тастады. Ештеңе айтпады. Ауылға ешкімге ештеңе деген жоқ. Бірақ енді ол ешкімге қатты сөйлемейтін болды. Кейде түнде мал қора жаққа қарап тұратын. Бірақ енді ешкім жоқ еді. Гүлжанның құпиясы сол жерде қалды. Раушан апасының үйінде алғашқы күндері Гүлжанға бәрі бір түрлі көрінді. Қатты қабырғалар, көршілердің дауысы естілмейтін, малдың иісі жоқ, есіктің сықырламауы, осының бәрі оған бір мезгілде жеңілдік әкелді де, бір мезгілде жат сезім тудырды. Ол әдетте таңертең ерте тұрып, мал қораға баратын еді. Енді таңертең тұрғанда алдымен балалардың тыныс алуын тыңдайтын, сосын терезеге қарап, сырттағы көп қабатты үйлерді, машиналарды көретін. Бұл жаңа әлем еді. Раушан мен оның күйеуі Ерлан өте мейірімді болды. Ерлан бірден, Гүлжан, сен жұмыс ізде. Мен бір жерде сұрастырып көремін. Балаларды балабақшаға немесе мектепке орналастырамыз. Уайымдама деді. Гүлжан алғашқы аптада тек балаларына қарап, үй шаруасына көмектесті. Ақботаны жақын маңдағы мектепке тіркетті, 1-ші сыныпты жалғастыруға рұқсат берді. Ерболды балабақшаға апарды. Екеуі де жаңа жерге тез үйрене бастады. Ақбота мектептен келіп, апа, менде жаңа дос бар, есімі Айша деп қуанып айтатын. Ербол балабақшада сурет салып, үйге әкеліп көрсететін. Гүлжан біртіндеп өзіне жұмыс іздей бастады. Раушанның танысы арқылы шағын тігін цехында жұмыс тапты. Күніне 8 сағат, жалақысы аз, бірақ тұрақты. Ол кешке үйге келіп, балаларын құшақтап, бүгін мен ақша таптым, балаларым. Енді өзімізге үй жалдаймыз дейтін. Бірнеше айдан кейін Гүлжан аз ғана жинаған ақшасымен қала шетіндегі шағын 2 бөлмелі пәтер жалдады. Пәтер ескі, бірақ таза, терезесінен жасыл алаң көрінетін. Ол пәтерге кірген күні балаларын ортаға алып, міне енді бұл біздің үй. Ешкім бізді мұнда қуып жібермейді. Ешкім бізді қорқытпайды деді. Ақбота мен Ербол пәтердің ішін жүгіріп жүріп көрді. Ақбота, апа, мен өз бөлмемді қалаймын, деп айқайлады. Гүлжан күліп, жарайды, қызым. Сендердің бөлмең болады. Уақыт өте келе өмір біртіндеп ретке келе бастады. Гүлжан тігіннен басқа үйде кешке қосымша тапсырыс алып, түнде тігіп отыратын. Балалар өсіп, мектепте жақсы оқитын. Ақбота 2-ші сыныпқа өтті, Ербол 1-ші сыныпқа барды.
Гүлжан олардың үй тапсырмасын жасап отырып, өзі де біртіндеп тыныштық тапты. Bir жылдан кейін Гүлжан бұрынғы ауылға жақын жердегі шағын базарға барып, керек-жарақ алып қайтты. Сол жерде кездейсоқ бұрынғы көршісін, әйелдердің біреуін кездестірді. Көрші әйел таңғалып, Гүлжан, сен қайда жүрсің? Қали ағаң үйде жалғыз қалды ғой. Ешкімге ештеңе айтпайды. Бірақ жүдеп кеткен сияқты деді. Гүлжан жымиып, мен балаларыммен біргемін. Жақсымын. Енді өз өмірім бар деді де, әңгімені жалғастырмады. Қали туралы ештеңе сұрамады. Ол енді өткен өмірдің бір бөлігі ел. Құпия сол мал қорада қалып қойған. Ешкім білмеді. Тек Гүлжан ғана кейде түнде есіне алып іштей, мен жеңдім. Балаларым үшін жеңдім деп қайталайтын. Бір күні кешке балаларын жатқызып, терезеге қарап тұрғанда Гүлжан аспандағы жұлдыздарды көрді. Ол бұрынғы үйде жұлдыздарды сирек көретін, қораның қабырғасы, қоршаудың биіктігі бәрін жауып тастайтын. Енді терезеден аспан ашық еді. Ол балаларының жатқан бөлмесіне кірді. Ақбота кітабын құшақтап ұйықтап қалған. Ербол көрпесін теуіп тастап, аяғын шығарып алған. Гүлжан екеуін де жауып, маңдайынан сүйді. Сендер менің бәрімсіңдер. Енді ешқашан қорықпаймыз деп сыбырлады. Сосын терезеге қайтып келіп, жұлдыздарға қарады. Іштей бір үлкен тыныс алды. Өмір қиын болғаны рас. Бірақ ол енді жалғыз емес. Оның қасында балалары бар. Ал алда жаңа күндер. Мал қора жақтағы құпия сол жерде мәңгі қалып қойды. Ал Гүлжанның жүрегінде еркіндік. Соңы